Кеше кеңестік дәуірде мына партиялық пәндерді оқытқан уақытта ұлттық нигилизм деген түсінік пайда болды. Ол не нәрсе? Ұлттық нигилизм деген сол ұлттың өкілі ретінде өзін айтуға ұялатын, мен қазақпын деп айтуға ұялатын сыңар жақтық шала түсінік пайда болды. Ал енді бүгінгі таңда біз өзіміздің ортамыз жастарды керісінше мен қазақ мың өліп мың тірілген деген қазақ екенімізді айтатын заманымыз туды. Ол үшін нені білу керек? Өткен тарихты білу керек. Ата бабамыздың ерлігін білуіміз керек. Өкінішке қарай жастардың ішіндегі осы ұлттық болмыстың, ұлттық кодтың ерекшелігін толық түсінетін жастар кем деп айтуға болмас. Бар, бірақ соның ішінде сондай жетіспейтін жақтар бар. Олар не істейді? Егер ондай түсінік әр жағында жүректе олқылық, білімсіздік болып тұратын болса, ол басқа ойдың жетегіне, басқа үгіт насихатының жетегіне түсіп қалады. Қиын жерлерге барып, қантөгіске ұшырап, өзінің елінен, жерінен айырылған жастарды ешкім қуалаған жоқ. Әрине әлеуметтік қиындықтар болды, экономикалық тығырыққа тірелгендер болған шығар отбасында, бірақ ол отанын тастап кетуге ешқандай себеп бола алмайды. Яғни әр жағындағы жүректің ішіндегі ұлттық болмыстың жаңағы түсінуіндегі кемшіліктің бар. Бүгінгі жастар компьютерлік сауаттылық, әлемдік ғаламшардың мүмкіндігін бәрін пайдаланбай біз сыртта қалуымызға болмайды, тек орта ғасырлық көзқараспен қалыптасуымызға ешқандай болмайды. Бірақ дегенмен жаңа рухани құндылыққа қатысты мәселені біз ерекше назарда ұстауымыз керек.